Оңтүстік Корея арасындағы қарым-қатынас одан әрі нығая түспек. Кеше елорданың тәуелсіздік сарайында Қазақстандағы Корея жылы салтанатты түрде ашылды. Мерекелік шарада Корея Республикасының жұлдыздары өнер көрсетіп, қазақстандықтарды кәріс халқының мәдениетімен таныстырды. Өткен жылы Кореяда Қазақстан жылы атап өтілсе, биыл біздің ел қонақжайлылық танытып отыр. Мәдениет министрінің орынбасары Асқар Бөрібаев бұл шаралардың арқасында қос елдің ынтымақтастығы дами түсетініне сенім білдірді. Кореядан келген қонақтардың пікірі де осыған саяды. Өздеріңіз білесіздер, былтыр Корея Республикасындағы Қазақстан жылы өте сәтті өтті. Екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыс беси түсті. Біз үшін Қазақстанда, әсіресе Астанадай әсем қалада Корея жылының ашылуы үлкен қуаныш. Өткен жылы Қазақстан біздің елімізде әртүрлі шаралар ұйымдастырып, сіздердің елдеріңіз жайлы біраз білген болатынбыз. Кештің ресми бөлім аяқталысымен кезек өнер жұлдыздарына ауысты. Чондонг театрының әртістері кәріс ұлттық биін орындап, қазақстандықтарды өз халқының өнерімен таныстырды. Кеште қазақстандықтардың көз айымына айналған Ханзада Жумоң телехикаясында басты рөлді сомдаған Сон Илгук жиналғандардың ерекшел типатына ие болды. Кәріс сериалдарының жұлдызы сұрақтарға жауап беріп, Астанадан алған әсерімен бөлісті. Ал Тимакс ән тобы үздік жігіттер телехикаясының саундтректерін орындап, көрермендердің ыстық ықыласына бөленді. Альбина Шымғызы, Жаслан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.